сакрализм деген нәрсе жоғалып, орнын секуляризм, яғни жаңа діннен алшақ болу деген дүние. Жаппай дінге тіл тигізу, соның ішінде ислам дініне тіл тигізу мәселесі белең алуда. Көп адамдар ғылым бөлек, дін бөлек деген ойда жүр. Өйткені адам материалдық құндылыққа ешқашан тоймайды. Қоғамда дін ұстанушы азаматтардың көбеюі жалпы ғылым білімнің дамуына кедергі бола ма? Ол білім береміз, ол ғалым болып шығады, маман болып шығады, бірақ адам болып шықпайды. Қайырлы күн, Ақшам подкастының көрермендері. Бүгін міне біздің кезекті түсірімізді бастағалы отырмыз. Бүгінгі тақырып өзекті мәселе, дін және ғылымның байланысы. Қазіргі уақыттағы кейбір түсініктер бар. Дін ұстансаң, кейбір артта қалған мемлекеттерді сәйкестендіріп айтады. Дін ұстанбасаң, дінсіз мемлекет жақсы дамиды деген секілді осындай кейбір жаңсақ пікірлер кездесіп жатады. Осыған байланысты біздер бүгін әңгіме өрбітеміз деп отырмыз. Бүгінгі қонақта елімізге танымал дінтанушы, теолог Кеңшілік Тышқанұлы, бұл Еуразия ұлттық университетінің дінтану кафедрасының доценті, қазіргі уақытта философия ғылымдарының кандидаты. Қош келдіңіз аға. Ақжайық өңіріне қош келіп жатырсыз. Енді сіздің келгеніңізді пайдаланып осындай бір жақсы сұхбат құрамыз ба деген ниеттеміз. Жалпы енді қазіргі уақытта осындай бір банағы айтқан жаңсақ пікірлер бар. Жалпы қазақтың негізгі түсінігінде дін мен дүниенің шылбырын тең ұстау деген бар. Осындай банағы біздің қазақтың ұстанымы бар. Сондықтан қазіргі уақытта мына жаппай дінге тіл тигізу, соның ішінде ислам дініне тіл тигізу мәселесі белең алуда әлеуметтік желілерде. Бұл қалай ойлайсыз? Бұл баяғыдан ойлап жатқан адамдардың ішіндегі бір исламға деген жеккөрініш па, әлде уақытша бір құбылыс деп ойлайсыз ба? Жалпы енді бұл өте күрделі тақырып болатыны, бізде мынау ғылым деген дүние, позитивизм деген дүние пайда болғаннан кейін философиялық Еуропада үлкен ренессанс деген қайта өрлеу дәуірі деген дәуірде көптеген философиялық ғылыми мәселелер алдыға шыққаннан кейін 19 ғасырларда, 20 ғасырларда ғылым бұл негізгі ұстын, ал дін көбінесе мифологияға, аңызға сенетін құбылыс деп сондай бір баға беріп жіберді. Сол бағаның нәтижесінде Кеңес одағында болған мемлекеттер осы дін мәселесі тұрғысында бір жақты пікірге ие болды. Мүмкін идеологиялық арнайы жасалған дүние, мүмкін ғалымдардың белгілі бір гипотез, болашаққа қатысты болжамдары, жалпы дін деген дүниенің барлығы қоғамды, әлемді танып білмегеннен туындайды. Әлемді танып білген кезде дін өздігінен жоғалады. Сакрализм деген нәрсе жоғалып, орнын секуляризм, яғни жаңа діннен алшақ болу деген дүние басады деген сондай бір түсінік болды. Сол түсінік әлі күнге шейін адамдардың санасында жаңа орын із қалдырып, сонымен көп адамдар ғылым бөлек, дін бөлек деген ойда жүр. Яғни дінде ғылым жоқ, ғылымда дін жоқ деген сияқты. Не болмаса, дін ғылымдары, пән ғылымдары деген сияқты нәрсені бөліп тастады. Себебі дін ғылымы деген ол жаңа дінге қатысты теологиялық пәндер, ал пән ғылымы деген бұл жаратылыстануға қатысты пәндер деген. Бірақ біздің практикамызда, тәжірибемізде бұрынғы медресе методологиясында, усулында жалпы пән ғылымы, дін ғылымы деп оларды бөліп, жарып қарастырып, тек қана дін ғылымын оқыту деген нәрсе, бұл нәрселер болған жоқ. Екінші бір нәрсе, жалпы көптеген мұсылман мемлекеттері батыс мемлекеттерінің бодандығында болды. Осыған байланысты батыс мемлекетінің жаңа бодандықта ұстаушы мемлекеттер мұсылман мемлекеттеріндегі ғылым білімнің дамуына мүдделі болмай, оларды белгілі бір діннің айналасында ғана ұстауды жөн санап, әртүрлі тәсілдер пайдаланды. Сондықтан да бізде осы 16 ғасырларда, 15 ғасырларда қатты дамыған ғылым мәселесі ислам әлемінде ақырындап 17 ғасырлардан бастап тоқырауға ұшырай бастады. Бұған мұсылмандардың өзінің де ішінде
үлкен жіберген қателігі бар. Неге десеңіз, кейбір діни қағидаттарды, мысалы тағдыр түсінігін, фатализм дейміз, болмаса жаңағы о дүние түсінігін негізді алдыға шығарып, бүкіл игілік о дүниеде, сондықтан да біз о дүниеге дайындалуымыз керек. Болмаса тағдыр қалай жазылған солай болады, саған бұйырған кетпейді, жүгірген жетпейді деген сияқты жаңа тоғышарлық мәселелерін көбінесе дінмен түсіндіруге тырысып, сол дүниелерде сол мәселелер дінді ұстанушы адамдардың ішінде де әлі күнге шейін кездеседі. О дүниеге барғанда Құдай сенің дипломыңды сұрамайды, о дүниеге барған кезде жаңа университет бітіргенің ештеңеге жарамайды, сенің ана сұрайды, мына сұрайды деген сияқты мәселелер әлі де діндарлардың арасында да бар. Осындай екі факторға байланысты жалпы дін мен ғылымның арасының ажырауы. Ал шын мәнісінде жаратылыс, бұл Құдайдың жаратылысы деп қабылдайтын болсақ, оған қатысты ғылымның барлығы Құдай тануға қызмет жасайды. Өйткені әлем бұл үлкен Құран деп аталады. Болмаса екі түрлі шариғат айтылады. Біреуі кәлами, яғни кітапта жазылған шариғат, біреуі кәуни, яғни табиғаттағы шариғат. Бұл жаратылыстың шариғаты, ол да белгілі бір деңгейде заңдылықтарға бағынады. Кім игереді, Құдай соған береді. Кім ашады, Құдай соған нәсіп қылады деген сияқты нәрсе. Сол себепті де қазіргі ғылымдағы көптеген жетістіктер еңбек қылған адамдардың тарапынан ашылып жатыр да, мұсылмандар олар тек қана тұтынушы деңгейінде ғана қалып көп жағдайларда. Жалпы әлемдегі ғылым мәселесі тұрғысынан қараған кезде, жаңағы үлкен ғылыми бағытталған сыйлықтардың жаңағы пайыздық көрсеткіші тұрғысынан қараған кезде мұсылман әлемінің үлесі өте аз. Өте аз, неге десеңіз, жаңағындай факторларға байланысты. Ал шын мәнісінде исламның өзінің мазмұнында ғылымға кедергі келтіретін ешқандай фактор жоқ. Егер ондай фактор болған кезде, орта ғасырларда әлемдік деңгейде ислам ғұламалары қалыптаспаған болар еді. Сол себепті де біз бұны белгілі бір саяси мүддеге байланысты, болмаса мұсылмандардың өздерінің кішкене жалқаулығына байланысты қалыптасып отырған үрдіс деп бағаласақ болады. Жалпы біздің мына ғылым десе үлкен ғұламалар есімізге түседі. Альберт Эйнштейн секілді. Альберт Эйнштейннің бір кең таралған сөзі бар. Ғылымсыз дін ақсақ, дінсіз ғылым соқыр деген. Енді сіз дін және ғылым бір-біріне қарама-қайшы келе ме деген сұраққа бірден жауап беріп тастадыңыз. Енді ары қарай сұрақ қойса, қоғамда дін ұстанушы азаматтардың көбеюі жалпы ғылым білімнің дамуына кедергі бола ма? Егер ол дін ұстанушы адам өркениетті жолмен діннің мазмұнын түсініп, жалпы бұл дүниедегі үлесін ұмытпай ұстанатын болса, Абайдың бір жақсы сөзі бар: ғылымсыз дүниеде жоқ, ақиретте жоқ, ғылымсыз оқыған намаз, тұтқан ораза, қылған қажылық ғибадат орнына жүрмейді дейді. Олай болатын болса, адам дінді сауатты түрде, көзі ашық түрде, немесе шәкәрім айтқандай, шын ақылмен таппаған дін шын дін емес, шындылық деген сияқты ақылды қоса отырып, егер діннің мазмұнын түсінетін болса, әлем, жаратылыс, Құдай әлем қатынастары үштаған, соның арасындағы байланыстарды қарайтын болса, ол адам өркениеттік ұстанымдарға ешқандай қайшы келмейді және ешқашан кері тартпайды. Себебі мен жаңа жоғарыда айтқан сияқты, кез келген жетістік бұл Құдайдың тарапынан жаратқан дүниелерге қол жеткізу. Ал енді кері тартпа болады қай уақытта? Егер жалаң діни қағидаттар ақылсыз болатын болса, бұл қазақта соқыр сенім дейді. Яғни соқыр сенім ол адамды үш баққа шығармайды. Себебі адам соқыр көргеннен танбайды дейді қазақ. Соның айналасында, шеңберінде ат көзілдірік сияқты тек алдындағысын көреді, қалған нәрсеге ой жүгірте алмайды. Болмаса кейбір фундаменталды көзқарастағы топтардың арнайы мақсатты түрде біз діндегі нәрселерді ақылмен талқыламаймыз, оны түсінбейміз, тек қана ұстану керек деген сияқты позициялары осы адамды регресске, кері кетуге итермелейді. Неге десеңіз, жалпы діннің мазмұны, діннің жаңағы мәтіндерінің мақсаты, жалпы Құдайдың оны жаңағы жібергендегі мақсаты, Құдайдың бір сипаты ғалым дейтін болсақ, оның мақсаты білуге, талпынуға деген адамның бойындағы ынта жігер, осының барлығы діннің жаңа ақыл және имандылық деген қағидаттармен ұштасып жатқан дүние. Егер оны, мынандай бір жақсы сөз бар: жалаң дін фундаментализмге, яғни радикализмге, жалаң ақыл атеизмге ұрындырады деген. Сол үшін ғылымды да,
дінді де қатар ұстану. Мына біздің бұрынғы медресе усулында жаңағы методологиясын жоғарыда айттық қой. Дін ғылымдары деген бөлек жоқ, пән ғылымдарында қатар оқытқан. Неге десеңіз, діннен хабар бар адам жаратылыстан да хабар болу керек, әлемнен де хабар болу керек. Сонда оның жаңағы өзінің ұстанымы жаңағы көкжиегі кең болады, сөйлеген кезде дүние тұрғысынан үлкен пікірлер айта алады. Әйтпесе жаңағы белгілі бір діни мәтіндердің айналасында шектеліп қалады дағыны, басқа нәрселерді әлемде не болып жатқанынан бейхабар. Ол адам қоғамда алға қарай сүйрейді, өркениеттің көшін жетектейді деп айту өте қиын. Себебі ол білмейді. Білмегеннен кейін ол тұрғысында пікір де айта алмайды, ол тұрғысында өзін тәрбиелей де алмайды, ол тұрғысында жаңағы қоғамға өнеге де бола алмайды. Сол себепті де арнайы түрде бұл енді біздің әсіресе біздің қазақ топырағында 1846 жылдардан кейін жалпы дін адамдарын бөлек тағайындау деген нәрсе. Мысалы кейбір діндерде ол табиғи түрде бар. Мысалы буддизмде тар шеңбер, кең шеңбер деген ұғым бар. Махаяна, хинаяна. Ол тар шеңбер деген діндарларға арналған, кең шеңбер деген халыққа арналған. Болмаса христиан дінде монашество деген бар. Монахтық институт. Діндарлар бөлек, қарапайым адамдар бөлек. Ал жалпы исламда ондай жоқ қой. Исламда кез келген адам бұл Құдайдың пендесі. Ол имам бола ма, ол мұғалім бола ма, ол дәрігер бола ма, ол инженер бола ма, тең. Оның ешқандай Құдай алдында жауапкершілік тұрғысынан олардың арасында айырмашылық жоқ. Яғни мынау имамдарға арналған, мынау қарапайым халыққа арналған деген нәрсе жоқ. Соны арнайы түрде дін адамдар, имамдар, яғни діни ритуалдардың барлығын имамдар жасайды, болмаса дін адамдар жасайды. Қалғандары олар бейтарап жүре береді деген сияқты дүниелер бізде де қалыптасып келді. Яғни ол 1846 жылдардан кейін молдалар жаңағы указбен тағайындала бастады. Дінісі деген нәрсе пайда болды, дүниесі деген нәрсе пайда болды. Содан кейін осы жік қазір ұлғайып, көп адамдар солай ойлайды. Сол үшін де жаңағы діннің ішінде ғылым жоқ деп санайды. Шын мәнісінде діннің ішінде ғылым да бар. Жаңағы Эйнштейн айтқан сияқты, дінсіз ғылым соқыр дегені бұл әлемнің мақсатын түсінбейді. Ертеңгі мәнді түсінбейді, адамның болмысын түсінбейді. Бұрын қабылдамаған мысалы адамның жан дүниесі, рух деген мәселелер, психологиялық мәселелер, парапсихологиялық мәселелер, түпсана деген дүниелер қазір психологияда қолданылып жүрген, болмаса психосоматика деп жүрген мәселелердің барлығы қазір шығып жатыр. Бұл дінне бұрыннан бар нәрселер. Яғни адамды өзін қалай ұстау керек, қиыншылықтың алдында қандай дәрмен таныту керек, Құдаймен қатынас қалай болу керек, бұл дүниенің мәнісі немен өлшенеді, қаншалықты уайымдау керек, қаншалықты уайымдамау керек. Бұның барлығы діннің қағидаттарының ішінде бар. Керек болатын болса, Құдаймен жаңағы құлшылық состояниесінің жағдайында қандай күй кешу керек адам баласы. Жаңағы релаксация дейміз, болмаса жаңағы Алланың алдында бас ию, мойынсыну дейміз. Бұның барлығы діннің практикаларында бар дүниелер, бірақ оның барлығын жаңағы ғылымда жоқ дегеніне байланысты екеуін екі бөлек қарастырып келді. Тіпті бұл нәрселерді кейбір діндарлардың өзі практикада көрмейді. Неге десеңіз, ол рефлексивті жасайды да оны. Ғылым оны ашып түсіндірген кезде, бұл дінде бар нәрсе екен ғой деген нәрсе. Яғни мысалы мұсылманның айнасы деген сөзді көп адамдар түсінбейді, бірақ психологтар адамның айнасы деген кезде дейді, мен өзім сізден нені көргім келеді, соны көреді екен ғой, ол проблема менен екен деген сияқты өзінің жан дүниесін тани бастайды. Немесе исламда да бұрыннан қағидаттар бар. Мән арафа нәфсак фақат арафа раббак. Яғни кім нәпсін танитын болса, немесе сен нәпсің танитын болсаң, Раббың танисың деген. Өзіңді өзің таны деген. Ал қазір психологияда өзіңді өзің таны, өзіңді өзің зертте, өзіңнің кемшіліктерің мен минустарың мен плюстарыңды қара деп жеке психологқа барған кезде ол бәрін ашып жатыр да. Ал діннің ішінде бұл бәлен ғасырдан бері келе жатқан дүние. Демек, бұл жердегі нәрселер не адамзаттың игілігі үшін дінде, ғылымда ешқашан бір-біріне қайшылыққа түспейді. Яғни қазіргі кейбір адамдардың ойлары, айтып жүрген пікірлері бар ғой. Діни ғана білімді алсаң, Алланың алдында дәрежең жоғары болады деген сияқты. Сонда басқа кәдімгі елімізде дамып жатқан қазіргі заманауи мамандар қайда қалады? Ол Алланың жаратылуы емес пе, Құдайдың жаратуы емес пе деген банаға былайша айтқанда түсініктеме ғой бұл. Сондықтан оны дұрыс айттыңыз, оған да мен де келсем сіздің айтқаныңызбен. Енді осы жерде бір сұрақ, енді мұсылман болғасын, мұсылман банаға ислам дін ұстанғасын, көбі сол ислам әлемдегі елдермен салыстырады әрбір нәрсені. Енді осы қазіргі уақытта салыстыру мәселесі көп қой. Осы жерден мен сұрағым,
ислам әлемдегі елдердің ғылымы, білімі, дамуы манағы тежеліп қалды. Былайша айтқанда даму жолында басқа елдерге қарағанда, Европа елдеріне қарағанда, тіпті Америкадағы құрама штаттардағы кейбір елдерге қарағанда әлдеқайда төмен. Осы мәселеде сіз қалай айтар едіңіз? Бұған не кедергі, бұндай жағдайға не себеп болып тұр? Бұл жерде бірнеше мәселе бар. Бірінші саяси мәселе, екінші рухани мәселе. Рухани мәселеде жаңағы көптеген мұсылман мемлекеттері батыс елдерінің бодандығына болғанына байланысты рефлексивті түрде бізде ешқандай ғылым жоқ, ғылымның бәрі батыста деген сияқты түсінікке иланады. Сол үшін де батыс мемлекеттері жасаған ғылым технологияны пайдалану керек, соған бағыну керек деген сияқты бір түсініктен арыла алмай жүр. Екінші бір мәселе, бұл саяси мәселе болғандықтан көп жағдайларда мұсылмандардың ішінен шыққан ғалымдардың өзін мұсылман мемлекеттерде оның статусы, қадір қасиеті, бағасы, құны төмен болғанына байланысты көбісі батыс мемлекеттеріне барып қызмет жасайды. Яғни өз елінде, өз жерінде жүретін болса, оған мүмкін жаңағы қарсы келушілер көп болады. Тіпті жаңағы қарапайым дін уағыздаушыларының өзі ол нәрсені жоққа шығару мүмкін. Немесе ғылыми тұжырымдамаларын өзінің тар шеңберінен түсініп, бұл дінге қайшы деп айтуы мүмкін. Сол үшін де көптеген жаңағы көзі ашық азаматтар батыс елдерінде, Америкада, Европада, басқа да мемлекеттерде барып, өзінің проектларын жаңа жасап жүрген ғылыми жаңалықтарын ашып жатыр. Ар жағында мұсылмандар бар. Ал енді негізгі мәселе бұл мұсылмандардың жалпы ғылым мен білімге деген бала шағасын тәрбиелеген кезде осыған қатты көңіл бөлмеу мәселесі. Көптеген мұсылман мемлекеттерінің статистикасына қарайтын болсаңыздар, кейбір мұсылман мемлекеттерінде білімсіздік, сауатсыздық дейміз ғой, жай білімсіздік емес, оқу жазу білмейтін статистикалар жартысынан көбін асып кеткен. Кейбір тіпті біз дамыған деген мұсылман мемлекеттердің өзінде 18-20%-ға дейін халық оқу жазу білмейді. Яғни ол не деген сөз? Жаңағы уағыздың, яғни о дүниеде саған пайдасы жоқ деген сияқты уағыздардың жаппай сіңіп, адамдар тек қана діни ритуалдармен, діни объектілердің айналасынан шыға алмай қалуына байланысты. Оның ішінде эмоция да болмайды. Бұның ішінде эмоция да бар, бұның ішінде жаңағы түсініктер де бар, бұның ішінде жаңағы қасан қағидаттар да бар. Немесе оны жаңағы мүмкін сондай басқарудың бір технологиясы да болуы мүмкін. Яғни қолайлы жағдай, яғни саған осындай проблема, бір діни проблеманы халықтың ортасына тастайды, жұрттың бәрі соны талқылайды. Бір ғылыми бірдеңе айтса, оған ешкімнің тісі батпайды, ол туралы тіпті ешкім тіс жармайды. Сондықтан да бұл қоғамда талқыланатын дүниелерді тастай бергеннен кейін қоғам сондай ұсақ-түйек нәрселерді талқылап жүре береді. Яғни бір адамды жамандайды, бір жағдайды жамандайды, талқылайды. Біздің де қоғамның соның ар жақ бер жағында көптеген әлеуметтік желіге қарасаңыз талқылап жатқан дүниелер біреудің жеке басы, өмірі, отбасы, жеген, ішкен, жегені, жүрген, тұрғаны деген сияқты. Сондықтан да қоғамда не сұранысқа ие болады, соны ортаға тастай беру деген мәселе. Ал енді ғылыммен айналысатын адам бұл жаһанға жарнама шашпай, өзінің позициясында, өзінің идеясында алға қарай жылжи береді. Әрине ғылым бір жағы қымбат дүние, екінші жағынан қадірін білмеген кезде көп адамдар тәуекелге де бара бермейді. Себебі қазір нарықтық заманда, капиталистік қоғамда көп адамдар тез арада ақша табуға тырысады. Көптеген жаңағы коучтарға, тренерлерге жазылатын себебі де сол, олар үйде жатып бай болғысы келеді. Ал ғылым ол еңбекпен, маңдай термен, уақытпен, жаңағы пидалықпен, көз майын таңызып, кітаптың иісін иіскеп, парақтап, оқып, жинап, теріп, содан кейін барып, жаңағы теория жасап, одан кейін практикасын жасап, тәжірибе қаншама уақыттар, ол тәжірибе ақталуы мүмкін, ақталмауы мүмкін. Сондықтан ондай тәуекелге былай шыққан кезде өмірін арнайтын адамдар аздауда тез байып, жаңағы керемет комфорт өмір сүргісі келеді. Сондықтан да ғылым оңай емес, ғылым қымбат. Ғылым жан пидалықтыққа жетеді. Тіпті әуелі Фарабидің бір сөзі бар, егер сен ғалым болғың келсе, отбасына да көп қатты көңіл бөлме деген сияқты. Неге десеңіз, егер Фараби ол әке шешесінің қасынан шыға алмайтын болса, бала шағасын асыраудың қамымен жүретін болса, ол әлемді аралап білім ала алмаған болар еді. Сондықтан да кейде сол қу тіршіліктің өзі бізді ғылымға баруға көп кедергі келтіреді. Неге десеңіз, мына жақта шеттей бала шағаңыз бар, мына жақта әке шешеңіз бар қарап отырады. Оның бәрін сіз тастап тәуекел етіп мен бәлен елге барып ғылым аламын деп қалай кетесіз? Бірақ соған қарамастан мемлекет мүмкіндік жасап, болашақ бағдарламаларын қабылдап, әлемдік деңгейдегі университеттермен келісім жасап,
көптеген азаматтарды жіберіп оқытуға тырысып жатыр. Не үшін? Халықта сондай бір технократиялық ғылымға құштар бір ұрпақ пайда болсын. Яғни болашақ мемлекеттің болашағы, байлықтың болашағы, тәуелсіздіктің болашағы, интеллектуалды ұлттың болашағы ғылымда екенін әр азамат түсінген кезде, дінді, руханиятты сақтай отырып, тәрбиені, адамгершілікті сақтай отырып, өзінің ғылымына адал болған кезде, бұл ғылымдың жасаған жақсылықтары мен діннің жасаған сауаптарының бірдей сауап екенін түсінген кезде, сонда азаматтар менің ойымша ғылымға көңіл бөлетін шығар. Ол үшін де олардың әлеуметтік мәселесі, материалдық мәселесі, жалақы мәселесі, жаңағы бюрократия, қағазбастылық мәселесі деген дүниелер көптеген мәселелерді шешу керек. Яғни ғалымның ғылыммен айналысуға уақыты болу керек. Ғалымның ғылыммен айналысуға уақыты болмайтын болса, ол өзінің ғылымын өзімен бірге алып кетеді. Дұрыс айтасыз. Өте тұшымды жауап бердіңіз. Енді бағанағы сол айтып отқан мәселеңіз бойынша ғылымның жолы ауыр деген мәселеден шығып отыр. Жалпы қазіргі уақытта тек қана білім емес, қызмет жасап жүргенде де қазіргі қызметкерлерді сол алдарында тұрған міндеттерін орындату мәселесі қиынға соғып тұр. Неге? Бұрынғыдай бағанағы сенің міндетің жасау керексің, осы үшін жалақы алып жатсың, немесе осы үшін оқуға түстің, оқы деген сияқты методтар алынбайды. Қазіргі уақытта мотивация беру, ынталандыру мәселесі көп қолға алыну керек. Тренді сол. Енді мына студенттерге келетін болсақ, немесе бағанағы білім алып отырған білім ошақтарында оқушылар, тіпті студенттер қазіргі уақытта қарап отырсақ, ынталары бұрынғыға қарағанда төмендеу болып келеді. Қазіргі жылтырақтар бар, соцсет бар, телефон бар деген сияқты. Осыған сіз білім ошағының ұстазы ретінде қандай бағанағы әдістерді қолданасыз, немесе қандай әдістерді қолдану керек, қалай ынталандыру керек деп кеңес берер едіңіз? Жалпы адамның болмысы, жаратылысы, табиғаты бұл өте күрделі құбылыс. Адамда жаңа жоғарыда біз айттық қой, жан қалауы, тән қалауы деген қалаулар бар, рухани қалаулар бар, ертеңге бағытталған қалаулар бар, арғы күнге бағытталған қалаулар бар, мәңгілікке бағытталған қалаулар бар, бүгінге бағытталған қалаулар бар. Мына капиталистік қоғам, нарықтық экономика деген дүниелердің бір жақсы жағдайлары бар. Бұл өйткені әр адам өзі үшін еңбек қылады, кім еңбек қылады, сол ақша табады. Бұрынғыдай жылдап айлап жаңағы құрылыс салмайды компаниялар. Қазір бір жылдың ішінде қаншама құрылыстар тұрғызып тастауы мүмкін, өйткені олар қанша тез тұрғызады, сонша тез жалақысын алады деген сияқты тұрғысынан алған кезде тиімді. Екінші жағынан бір зиян дүниелер бар. Себебі жаңағы материалдық құндылықтар рухани игіліктердің алдына шығып кеткен бір жағдай. Көп жастардың санасында ертең бітіргеннен кейін мен қандай адам боламын, қандай маман боламын емес, ертең бітірген кезде мен қанша айлық аламын деген сияқты нәрсе бірінші шартта тұрады. Тіпті неке қатынастарының өзінде де көптеген кикілжіңдердің астарында осы материалдық игіліктер жатыр. Ол көп таппайды, ол аз табады. Мен мысалы осындай бай жігітке шығамын, немесе осындай бай қызға үйленемін деген сияқты дүниелер. Бұның барлығы жаңағы рухани құндылық деген нәрсе, сакралды құндылық деген нәрсе, ол жерде киелік деген нәрсе, ертеңгі сауап деген нәрсе, бала шағаны тәрбиелеп өсіру, ортақ қиыншылықтарына көну деген мәселе, соның барлығын екінші планға лақтырып, алдыға нарықтық экономиканы алдыға шығарып отыр. Бұл өз кезегінде адамды қанағаттандырмайды. Өйткені адам материалдық құндылыққа ешқашан тоймайды. Әлемдік деңгейде, ол әлемдік деңгейдегі ең танымал бай адамдардың қатарына қосылса, солардың ішінде алдыңғысы болғысы келеді. Алдыңғысы болса, рекорд жаңартқысы келеді. Бірақ жаңағы ең соңында алып кететіні 2 метр жер, 20 метр ақмата, бірақ соған қарамастан адам жаңағы дүниені жуса тоқ болмайтындай сондай жағдай. Сол себепті де біз мынау қазір осы мәселені шешу үшін жастарға тек қана экономика, тек қана нарық, тек қана жаңағы ақша деп емес, адамгершілік, имандылық, руханият, бір нәрсенің мәңгілікке қызмет жасауы. Мен мысалы елге қызмет етіп жатсам, оны не үшін етіп жатырмын? Ертеңгі ұрпақтың болашағы үшін етіп жатырмын. Бұрынғы біздің артыма не қалдырып жатырмын? Адам өлсе артында ізі қалады дейді. Жақсының хаты өлмейді, жақсының аты өлмейді, ғалымның хаты өлмейді дейді. Өлмейтін не қалдыра аламын деген дүниені. Сол үшін қазақ айтады, әкенің малы балаға мал болмайды дейді. Ол не деген сөз? Баланың да маңдайына жазған Құдайдың несібесі бар. Біз көп жағдайларда өзімізден асса баламызға, баламыздан асса шын мәнісінде бітпейтін шаруа.
бірақ сол баламызға, сол немеремізге адамгершілік тұрғысынан, имандылық тұрғысынан, руханият тұрғысынан, тұлғалық тұрғысынан, қанағат тұрғысынан, абайда бар ғой 5 асылыс. Талап еңбек терең ой, қанағат рахым ойлап қой. Талаптанасың, еңбектенесің, ойланасың, бірақ одан кейін қанағат бар, рахым бар, мейірім бар, басқаға жақсылық бар, тапқаныңды бөлісу бар, кедей-кепшікті қолдау бар, демеу бар, қолынан ұстау бар. Осының барлығын қатар бермеген кезде, жалаң құндылықтармен, жалаң ақша, нарық алға келген кезде барлық қатынастарды сонымен менің әке-шешем маған масыл, олар менің жаңа тапқаныма ортақтасып отыр деп қарттар үйіне тапсырып жібереді. Болмаса менің баламды мен қалай асырамын, 2-3 баланы деп ажырасып тентіретіп жібереді. Бәрі айналып келген кезде, оның несібесін беретін бір жаратушы Құдай бар. Оған сену керек. Және мен оның несібесі үшін қызмет қылсам, Құдай мен жолымды ашады. Солардың рызығы бар. Қазақ бір қозы артық туса, бір жусан артық шығады деуші еді ғой. Сол философия. Қазір неге біз одан қорқамыз? Неге асыраудан қорқамыз, қашамыз? Бұның барлығы жаңа материалдық санадан туындап жатқан үрейлер. Материалдық сана осы үрейді күшейтіп, қазір қоғамда бәр адам соның артында жүр. Қылмыс сол үшін жасалып жатыр. Туысқандардың арасы сол үшін бұзылып жатыр. Екі достың арасы сол үшін ажырап жатыр. Ерлі-зайыптылардың арасы сол үшін бүлініп шаңырақ ортаға түсіп жатыр. Бала далада қалып жатыр, жетім болып. Айналып келген кезде қарасаң, түбінде материалдық игілік. Сондықтан да ол нәрсені алға қарай итермелей беру қоғамды ұшпаққа шығармайды, қоғамды қатар алып жүру керек. Сол үшін Фараби де айтады, тәрбиесіз берілген ғылым адамзатқа опат әкеледі. Болмаса шәкәрімде бар, тәрбиесізге ғылым берсең, ол алады да оқ қылады. Яғни тәрбие қатар жүру керек, руханият қатар жүру керек. Сонда екі қанатты құс сияқты адам баланс дейді ғой, жаңа тепе-теңдікті ұстай алады. Әйтпесе жаңағы жүре береді, не мына жаққа қарай кетіп қалады, ол жаққа кетіп қалады, тәркі қылып жібереді, мына жаққа кетіп қалады, шектен тыс жаңағы өлшемін асырып жібереді. Сондықтан да осы нәрселерді біз есте ұстауымыз керек. Балаға білім берген кезде мына оқу жоспары дейміз, оқу бағдарламалары дейміз, болмаса мектеп бағдарламалары дейміз. Тәрбие, руханият мәселесін назарда ұстау керек, ұлттық руханият мәселесін назарда ұстау керек. Әйтпесе біз тәрбиелеп жатырмыз деп баланы тек білім берумен шатастырамыз. Ол білім береміз, ол ғалым болып шығады, маман болып шығады, бірақ адам болып шықпайды. Өйткені адам болып шығу үшін оның ішіндегі адамгершілік болу керек, имандылығы болу керек, тәрбиесі болу керек, көргені болу керек. Қазақта көргенсіз деген бір жаман сөз бар. Көрсету үшін не істеу керек? Сен де сондай руханиятқа ие болуың керек. Ата-аналарға, отбасы институтына, мұғалімдерге, ұстаздыққа өте үлкен былайша айтқан кезде сын жағдайы да бұл. Сол үшін де екеуін қатар алып жүретін болса, менің ойымша дүниеде өзі, дінде өзі ғылымға көңіл бөлсеңіз деп абай айтпақшы, екі дүниенің де нұры осы ғылым мен руханият қой. Соны дұрыс түсіну керек деп ойлаймын, жастарға соны жеткізу керек. Рахмет. Енді мына сөздің арасында үлкен тұлғаларымызды айтып кеттіңіз. Ғылым білімге көңіл бөлген біздің шәкәрім атамыз, Абай атамыз, Әл-Фараби деп жатсыз. Енді қазақ даласында оқу жазуға, білім, ғылымға өздерінің малдарын, дүниелерін сарп еткен жандарды білесіз бе? Айтып жіберсеңіз сол туралы. Енді көрдіңіз ба, бізде мынау меценат дейміз ғой. Жалпы бала оқыту деген нәрсе өте үлкен кезінде сондай қолдау тапқан дүние. Байлар малының көбісін бала оқытуға жібереді. Абайдың айтқандай, баламды медресеге білдеп бердім дегенде, сол ұстазға, сол балаға байлар өзінің малынан арнайы бөліп береді. Оны ұйымдастырған тұлғалар да болған. Мысалы, Ғани Мұратбаев деген Алаштың үлкен тұлғаларының бірі, мынау қазақтың атауын қайтарған, мемлекетінің атауын, қазақ мемлекетінің атауын қайтарған тұлға бар болған, бір 25 жыл ғана өмір сүрген. Бірақ ол кісі жаңа Ташкентте жүрген кезде қаншама жетім жесір балалар үйіндегі балалардың басын қосып, ғылымға, жаңа интернетқа орналастырып, білім алуына ықпал жасаған. Бұндай тұлғалар бізде өте көп. Сол Абайдың кезінде жаңа Құнанбайлар, олар байлықты тек қана өзінің атақ үшін абыройын жинай берген жоқ. Медреседе оқып жүрген балаға берген, бұл сауап деп, бертінге дейін медреседегі балалардың бүкіл шығындарын сол ауылдың ақсақалдары, жаңағы ауқатты адамдар қамтамасыз етіп келген. Сондықтан да егер бұндай болмағанда, қазақтың ішінен мен деген Алаштың ұлт қайраткерлері, оның алдында үлкен ағартушылар шықпаған болар еді.
Сондықтан да бұл енді бұл кісілердің атын атап түсін түстеп санына жете қоймаспыз, бірақ дегенмен де бізде осы нәрсеге қатты көңіл бөліп, діннің өзінде ғылымға аяқ басқан шәкірттің табанына періштелер қанатын жаяды екен деген сөз жай емес. Сондықтан да осы бағытта өте үлкен сауапты жасаған тұлғаларымыз көп, оның ішінде байларымыз көп. Сондықтан да қазіргі кезде мынау Түркия деген елде оқыдым мен. Ол жерде адамдар, кәсіпкерлер дейміз ғой, шағын кәсіпкерлер кеңесіп отырған кезде немен мақтанады дейсіз ғой. Сен қанша студентке стипендия төлеп жатсың деген сұрақ қояды. Мен мысалы 2 студент оқытып жатырмын деп мақтанады. Яғни 2 студенттің бүкіл шығындарын мен мойныма алдым деген. Сондықтан да бізде де сол бір тәжірибе қолға алынса ғой деп ойлаймын. Талай ауылдан келіп жүрген қара домалақ балалар бар, отбасылық жағдайлары төмен, әртүрлі пәтер жалдап тұрады, күндіз сабағына барады, түнде жұмыс істейді да, жаңағы сабақта ұйқылай отырады. Ол шекесі шылқып отырғандықтан ондай жасап отырған жоқ қой. Сол балалардың стипендиясын, күнделікті күнкөрісін егер ауқатты адамдар қамтамасыз етіп отыратын болса, сол балалар ғылымға көңіл бөлер еді. Ұйқысын қандырып, арғанда білімге көңіл бөлетін еді. Сонда біздің болашағымыз да сондай жақсы болатын еді. Сол үшін қазір бізде жаңағы официант болып жүрген, даяшы болып жүрген, көптеген жаңағы тамақ жеткізумен айналысып жүрген көше толған студент қой. Олардың неге олар жасап? Олар әке-шешесіне салмақ салғысы келмейді. Әке-шешесінің мүмкіндігі сондай болғаннан кейін өздерінше көмектеседі. Тіпті кейбіреулері өзі сөйтіп жүріп әке-шешесіне қолдау жасап жүргендер бар. Сондықтан да біздің қазір енді заманымыз жақсы ғой. Осы замандағы тұлғалар сондай студенттердің бір-бірінің қолынан ұстайтын болса, қандай керемет сауапты іс болады. Дұрыс. Ондай қазіргі уақытта мына жамағаттың арасында байқалады. Өздері ұжымдасып, оқып жатқан студенттерге көмектесеміз. Бұл алла жолында жүрген, яғни шариғатта да бар ғой, зекет берушінің өзінің бір сатылы деңгейлері бар, беруші, алушы, зекет алушы. Соның ішінде осы дін жолында білім алып ол да бар. Енді осы жерде бір қозғағым келіп тұрған тағы бір мәселе, мына жамағаттың арасында қазіргі уақытта жалпы мұсылмандар діни басқармасының банағы келісімімен мешіттер салу мәселесі. Қазіргі уақытта Орал қаласында 5-ші мешітті салуда шынымен де жетпейді. Жамағат мысалға сол Зашаған кентінде көп, содан үлкен мешіт тұрғызып жатыр. Өте керемет. Егер де ол тұрып жақсы қамтамасыз етіліп салынса, жамағаттарға өте жақсы болар еді. Бірақ дегенмен мынандай бір мәселе бар. Кейбір елді мекендер бар, олардың болашақта үлкен ауыл болып кетеді деген статусы болмауы мүмкін. Сол жерге жамағатында бір 2-3 жамағат, 3-4 жамағат намаз оқитын діндар жамағаттарға арнап 150-100 адам сиятындай мешіт салу мәселесі. Кейбір ауылдарда кездескен, үлкендермен ақылдасқанда, үлкендер бізге айналайын жол салып бер, жолды түзеп бер, асфальт салмасаң да бір көлік жүретіндей түзеп берсең қалай болады? Мешіттен көрі дегенде жоқ, біз мешіт саламыз деп, онымен мешітте бітпей, қазіргі уақытта тұрып қалған жағдайлар бар. Осы мәселе бойынша әрине біздер дін мәселе зерттеу орталығы ретінде осы діни ғибадат үйлерін салынуын барлығын талдап отырамыз. Сонда осы мәселені кезіктіреміз. Осыған сіз не айтар едіңіз? Шариғат бойынша, жалпы осы дінтанушы ретінде? Енді бізде уағыз айтылған кезде кімде кім бұл дүниеде мешіт салатын болса, Алла тағала ол адамға жұмақтан сарай салады деген бір аят бар ғой. Соның айналасында болғаннан кейін сол жұмақтан сарайын дайындау үшін жұртта сол мешітке қарай көбірек көңіл бөлетін шығар деп ойлаймын. Бірақ бұл жерде мәселе мынау. Қай жерде ол хадис қой айтып жатқаныңыз, қай жерде жаңағы не болса, қажеттілік қай салада қажеттілік болса, бұл сол қажеттілікті қамтамасыз етсе, бұл әлдеқайда сауапты іс болады. Өйткені мен де кейде ойланам, осы шет райондарға барып жүремін, жолай кейде мешітке кіріп бір соғып, жаңағы сәлем беріп шыға қойғым келеді, бір намазымды оқып шыға қойғым келеді. Сол кезде де ол мешіттердің құлыптаулы тұрғанын көремін. Болмаса жұма намаздарына ешкім келмейді, ешкім жоламайды. Болмаса имам болып ешкім жүрмейді. Жауапты имам жоқ. Неге десеңіз, ол жерде жаңа өзіңіз айтқандай қатты бір жамағат та жоқ. Ол мешіттің суы бар, жарығы бар, жылуы бар, көмірі бар, оны қамтамасыз ететін оның әлеуеті де жоқ. Кезінде салынып қойылған деген сияқты сондай қаңырап тұрған мешіттерді көрген кезде әрине жаныңыз құлазиды. Сол себепті де мақсат мешітті көп салып оны мақтану емес.
мақсат сол қоғамда, сол халықта, сол ауылда қандай мұқтаждық бар, соны қамтамасыз ету. Егер мешіт керек болып 5-6 адам жиналып жамағат біз басқа ауылға жете алмаймыз деп жатқан жағдайда, сол жерде бір үйлерді алып мешітке сияқты қылып жасап, имамдарын тағайындап, сол жерде құлшылықтарын жасауға да менің ойымша жеткілікті болатын еді. Арнайы бір зәулім бәленбай квадрат мешіт салғаннан қарағанда. Сондықтан да бұны кішкене қарайлап, жаңағы талқылап, ақылдасып сөйлесіп көру керек та. Енді мешіт салып жатқан жеке кәсіпкерлер, жеке жанашыр азаматтар болғаннан кейін оларға нақты айта алмайсыз, сен бұны салма деп айта алмайсыз. Әрине. Олардың өздерінің қалауы, жан қалауы болғаннан кейін келе сол мешітке ата бабасының атын беріп бір мәңгілік тарихқа қалдырғысы келетін де сондай бір талпыныстар болып жатады. Бірақ бұл мешіт ең алдымен рухани орта. Ол мешіт болғаннан кейін мешіттің жалпы мақсатты қолданылуында біз қайта қарауымыз керек сияқты. Ол жерде мысалы балалар әртүрлі кружоктар ұйымдастырса, жаңа мектептен кейін пән сабақтарына дайындалатын болса, ол жерге сондай бір жағдайлар жасап ұстаздар барып жаңағы пайдаланатын болса, болмаса жаңа әлеуметтік шараларды өткізетін болса, жаңағыдай әртүрлі балаларға арналған. Сонда қандай ол жақсы бір бос тұрмаушы еді. Яғни тек қана 5 уақыт намазға ғана арналған дүние жоқ. Ритуалды. Мешіт деген ол жаңағы ритуалға арналған ғана дүние, сол әлеуметтік институт. Сондықтан да сол институт деңгейінде біз оның функциясын егер кішкене қалыптастыратын болсақ, олар басқа да қажеттіліктерін қамтамасыз етіп кетер еді деп ойлаймын да. Сол себепті де бұл тұрғыдан кешенді түрде жергілікті жағдайға байланысты ақылдасу керек шығар деп ойлаймын. Өйткені жаңа өзіңіз айтқандай бір жерде мұқтаждық жоқ, бір жерде жетіспейді. Бір жерде адамдар мысалы қардың үстіне намаз оқып тұр. Сондықтан да егер ол сауап іздейтін болса, сол жаққа қажеттілікке неге бағыттамасқа. Болмаса жаңа жолға қажет болатын болса, жолға неге бағыттамасқа. Өйткені жолда жария садақалардың бірі ғой. Мәңгілік сауабы барып тұрады. Сондықтан да оны біз тек мешіттің шеңберінде түсінбеуіміз керек. Соны естігім келген мен де сізден. Жалпы енді мына ғылым, мемлекеттегі қазіргі уақытта ғылымның дамуы мәселесіне келейікші. Жалпы ғылыми зерттеулердің дамуына мемлекет немесе жеке тұлғаның қаржы бөлуі, сол ғылыми зерттеу орталықтарын салуға немесе ғылымның дамуына соның орны қандай деп ойлайсыз? Енді бізде бұндай бір мәдениет әлі қалыптаса қойған жоқ. Жалпы ғылым қазір мемлекеттің бір қол баласы сияқты, болмаса жаңағы емізулі бұзау сияқты соған тәуелді болып тұр. Шын мәнісінде ғылым деген дүние бұл сол қоғамдағы азаматтардың бәрінің мүддесінен туындаған дүние болу керек. Жаңағыдай жай қарапайым студенттерге, бұл жаңа біз сөзімізді қоса кетейін, студенттерге қазір мысалы дін жолында жүрген медресеге шәкірттеріне деп жатады да, мысалы инженерлікті оқып жатқан, дәрігерлікті оқып жатқан студенттерге жоқ, ол сауап емес сияқты. Шын мәнісінде айырмашылық жоқ, ол медреседе оқи ма, ол ислам институтында оқи ма, жоқ әлде жаңағы медицинада оқи ма, инженерлікті оқи ма, архитектурада оқи ма, ол ғылым жолындағы бала ғой. Сондықтан да онда алалаудың қажет жоқ, бәріне көмектесу керек деп ойлаймын. Енді жаңағы жамағат ұйымдастырып жатқаннан кейін сол облыстан барып оқып жатқан балаларға кішкене қолдау болсын деп жатқан шығар. Бірақ жалпы алған кезде бұл нәрсені жалпыландыру керек деген мәселе тұрған дүниеде. Сосын екінші бір мәселе, бұл жаңағы жалпы қоғамдағы ғылыми институттардың дамуына байланысты жеке адамдардың соған мүдделі болуы, мемлекеттің мүмкіндігіне қарап қана қалмай, мүмкіндік болатын болса, жаңа мектеп болсын, балабақша болсын, институттар болсын, университеттер болсын, колледждер болсын, сол мәселеге қамқорлық жасайтын болса, қазір енді көп оқу орындары жекеменшікке өтіп кетті. Жекеменшікке өтіп кеткен кезде, оның әлеуеті де бар, екінші жағынан жаңағы бизнес ретінде, бизнес көзі ретінде пайдалану да бар. Бұл қарағанда негізі дұрыс емес. Керісінше ғылымға көбірек қаржы құю керек, ғылымға көбірек мүмкіндік беру керек. Ғылыммен айналысып жүрген адамдарды, студенттерді, жаңа проект жобалары бар адамдарға көбірек жағдай жасау керек. Оларды жаңағы сол бағытта, нақты бір бағыт бойынша дайындауға көңіл бөлу керек. Әр мектептің ішінде ғылым секциялары бар. Сол секцияларда жүрген балаларға арнайы бір адамдар спонсор болып, бір лабораториямен қамтамасыз етіп берсе, бір аудиториясын жасақтап берсе, бір кабинетін жасақтап берсе, бір лабораториясының техникасын сатып алып берсе, қандай керемет болады.
Сондықтан да мемлекетте осындай практикаларды да ақырындап қолға алған дұрыс шығар деп ойлаймын. Өйткені бәр нәрсенің мемлекеттің қалтасына қарап отырған кезде ол жаңағы уақытында болмай қалып жатады, жоспарға кірмей қалып жатады, кешеуілдеп жатады. Соның үшін де жаңағы өзін жеке меншікке алған азаматтар сол нәрсеге мүдделі болу керек деп ойлаймын. Әйтпесе жаңағы келген оқыған балаларға бөлінген гранттың есебінен ғана есеп жүргізу бұл ғылымға жанашырлық болып саналмайды. Сондықтан да ғылымға жанашырлық соның хақысын берумен, соны толық қамтамасыз етумен тұрады. Яғни аудитория керек білім беруге қажетті барлық қажеттіліктермен қамтамасыз етілу керек. Өкінішке қарай бізде мысалы толық қамтамасыз етілмеген аудиториялар елімізде кездеседі. Толық жағдай жасалмаған мектептер кездеседі. Әлі күнге шейін сол жөндеу көрмеген мектептер бар. Интерактивті тақта болмаса компьютерлік жаңағы кабинеттер толық қамтамасыз етілді деген күннің өзінде. Бірақ оның өзінде ол компьютерлердің қаншасы жұмыс істеп тұр, қаншасы соңғы программалармен жабдықталған. Өйткені ғылым қарыштап ай сайын дамып жатыр, күн сайын дамып жатыр. Одан біз қалып отырған жоқпыз ба? Сол 90-шы жылдарда, 2000-ші жылдарда сатып алған компьютер әлі тұрған жоқ па? Сондықтан да осы нәрселерді сол жергілікті басшылық болмаса сол кәсіпкерлермен бірлесе отырып сол нәрселерді үнемі бақылауда ұстайтын болса, менің ойымша ғылымға талпынатындардың саны көбейетін еді. Өзі нарықтық заманда мынандай шарт бар. Егер сізге деген сұраныс жақсы болатын болса, сізге беретін баға жақсы болатын болса, халық өзі соған конкурс жасап жібереді. Ал сізге деген сұраныс төмен болса, оның қоғамдағы қадірі төмен болса, онда балалар оған қызықпайды. Кезінде педагогика саласында сондай болған. Кейін мұғалімдердің статусын көтеріп, жағдайын кішкене әлеуметтік жағдайына көңіл бөле бастаған кезде пединституттарға баратын балалардың саны күрт өсіп, сапасы көтеріле бастады. Сол сияқты ғылымға көңіл бөлетін, ғылыми жаратылыстану ғылымына қатысты бағытын таңдаған балалардың болашағы керемет болатын болса, жалпы бір мемлекеттің алға қарай жылжуы бұл ең бірінші ғылымға байланысты екенін түсінуіміз керек. Мемлекет дамытатын да ұшпаққа шығаратын да кез келген бәсекелестікке, соның ішінде әскери бәсекелестікке қарсы тұрғызатын да әскери саладағы инженерлік ненің дамуы ғой енді, индустрияның дамуы. Сондықтан да бұл мәселеде біздің қоғам әлі толық жете қоймаған сияқты, түсіне қоймаған сияқты. Себебі бізде ғылым батыстан деген сияқты түсінік қалыптасқан. Әлі күнге шейін солай. Сол стереотиппен, сол комплекспен әлі өмір сүріп жатырмыз. Шын мәнісінде қуантатын да жағдайлар бар. Қазір әлемдік дәрежеде болып жатқан олимпиадаларда қазақтың балалары, қаракөз балалары топ жарып жатыр. Әлем бойынша бірінші орын, екінші орын математика, физикадан алып жатыр. Мен сол балалар Қазақстанға келгенде неге ары қарай үлкен жетістіктерге жете алмай немесе ары қарай қолдау таппай қалып жатыр. Қазір енді министрлік оған қолдаудың да жолдарын қарастырып жатыр. Қаржылай қолдау. Бұрын ондай да жоқ еді. Біртіндеп дұрысталып кететін шығар деген үміт басым. Бірақ дегенмен де өте баяу жүзеге асып жатыр. Жақсы. Басқа елдермен ғылым саласындағы серіктестікке қандай баға берер едіңіз? Негізі бізде басқа елдермен ғылым саласында серіктестік деген кезде бірнеше ситуацияларды қарау керек, жағдайларды қарау керек. Бізде көбінесе мына университеттер арасында байланыс қазір жолға қойылып келе жатыр. Көптеген Қазақстанның университеттері әлемдік деңгейдегі рейтингтерге қатысып жатыр. Бұл былай қарағанда әлемдік ғылымның бәсекелестігі деген сөз. Ол ғалымдардың потенциалымен, студенттердің берген бағасымен, немесе жаңағы ашқан жаңалықтарымен, жариялаған ғылыми мақалаларының санымен, енді олардың белгілі критериялар, талаптар бар ғой. Сол талаптар тұрғысынан алған кезде қазір белді университеттер әлемдік рейтингіде ойып тұрып орын ала бастауы бұл қуантатын жағдай. Яғни бұл деген сөз әріптестік қатынасы бар деген сөз. Екіншіден, көптеген азаматтардың шетелде оқып білім алуы бұл сол елдің білім саласының саясатын игеріп келу деген сөз. Егер олар келіп Қазақстанда қызмет жасайтын болса, білім алған мемлекетінде, елінде, университетінде қандай практикалар бар, соны біздің елімізге қолдану тұрғысынан да өте жақсы бір дүние. Тіпті болашақ бағдарламасы да менің ойымша сондай мақсатпен құрылған шығар деп ойлаймын. Сол жақтан көріп оқып келсін, келгеннен кейін біздің халқымызды соған қарай сүйресін деген. Әрине. Сондықтан да бұл жерде осындай бір халықаралық деңгейде, енді мен айта алмаймын, кез келген дамыған мемлекет өзінің дамыған ең соңғы технологиясын бір мемлекетке бере қояды деп.
әрине. Өйткені ол сол технологиялық басымдықты қолда ұстап тұру үшін қолданыстағысын Былайша айтқанда фишкасы ғой өзінің. иә, өзінің жаңағы артықшылығын оны ешқашан бермейді, оны ешқашан жаңағы көрсетпейді. Ол тек жаппай сатылымға шығарылатын бір саты төмен дүниелерін дамушы мемлекеттерге беріп отырады. Сол үшін технологияны тұтынушылықтан технологияны жасаушылыққа қарай өткен кезде бізде бәсекелестік пайда болады. Яғни біз жұрттың жасаған технологиясынан артық технология жасауымыз да мүмкін. Ол кезде жұрт сізден сатып алады. Қазір өзі әлемдік экономикада шикізат көзі болып отырған мемлекеттер, олар тек қана күнкөріспен ғана шектеледі ғой. Товарыңызды сатасыз, мұнайыңызды сатасыз, түскен ақшаға халыққа киім, нан жасап бересіз. Ал сіз сол мұнайдан шығатын заттарды өндіріп сататын болсаңыз, 100 есе артық пайда табасыз. Темірді өткізесіз, сол темірді өткізесіз де, сол темірден жасалған машинаны миллион есе қымбатқа сатып аласыз. Сол темірден машина жасасаңыз, соны қымбатқа сатасыз ғой. Сондықтан да тұтынушы мемлекеттен өндіруші мемлекетке айналу, кез келген тығырыққа ұшыраған мемлекеттер кезінде экономикалық, саяси соғыстықтағы да тез дамыды. Неге? Өйткені олар тығырықтан жолын қарастырды. Сондықтан да сондай деңгейде егер ғылымды ойлайтын болса, менің ойымша жаңа дүниелерді жасауға болатын шығар. Енді әркімнің өзінің саласы бар. Менің салам дінтану болғаннан кейін осы дін саласындағы мәселелерді, түйткілді мәселелерді шешсек деген, соған бір ұсыныс айтсақ деген мәселе. Ал біреу технология саласында, немесе ғылым саласында, физика, жаратылыстану саласында жүрген азаматтар осыны ойлану керек деп ойлаймын. Және ойланғанның емес, көп жағдайларда қолдау болу керек. Жақсы патенттер бар, жақсы жаңалықтар ашып жатады, бірақ жаппай қолдау деген мәселе тұрғысынан кішкене іштарлық дейік па, жоқ әлде қадірін түсінбеушілік дейміз ба, ауылдағының ауыз сасық деген философия ма, сондай бір жағдайда өкінішке қарай қадірін түсінбей жатамыз. Соны басқа елдер іске асырып өзімізге қымбатқа сатып жатады. Сондықтан да ойлану керек дүние. Рахмет аға. Бұл дін мен ғылым мәселесі бойынша таңға дейін сөйлесуге болады. Әрине. Үлкен ауқымды мәселе. Сондықтан уақытымыз шектеулі. Келіп сұхбатыңызды беріп, біздің сұрақтарымызға, ойларымызға жауап беріп жатқаныңызға көп рахмет айтамыз. Ақжайық өңіріне тағы да қош келдіңіз деп айтамыз. Құрметті көрермендер, міне біздер осы ғылым және дін мәселесін кішкене уақыт болса да қозғай кеттік. Енді сіздердің кейбір сұрақтарыңызға біз жауап тапқандаймыз. Енді ары қарай қандай тақырыптарда біз ой қозғауымыз керек, қандай түйткілді мәселелер қозғауымыз керек, сіз комментарийға жазып кетсеңіз, біз соны міндетті түрде ескереміз. Ендеше қош сау болыңыздар.